Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздерменен В6 дәрумені пиридоксинмен таныстыратын боламын. Видеоны бастамас бұрын, менің келесі жаңа видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркелуді ұсынамын. В6 дәрумені орталық жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс жасауы үшін және де бұлшықет спазмдарының алдын алу үшін, сондай-ақ қолдың, аяқтың талып, жансызданып, ұйып ауруының алдын алу үшін қажетті дәрумен түрі. В6 дәруменнің жетіспеуі депрессия, шаршау, ұйқының қашуы, бұлшықеттің әлсіздігі, жоғары ашушаңдық, тәбеттің төмендеуі, судорогтар, дерматит, стоматит, хейлит, перифериялық невриттер, анемия және де есте сақтаудың төмендеуіне алып келеді. В6 дәрумені әдетте жануардың бауырында, жүрегінде, бүйрегінде болады. Сондай-ақ бананда кездеседі. Дәнді дақылдарда, грек жаңғағы, орам жапырақта, сәбіз, лимон, апельсин, құлпынай, қызанақ, сондай-ақ шпинатта кездеседі. Адам ағзасының В6 дәруменіне қажеттілігі тәуліктік мөлшері 2 мг құрайды. Дегенмен де дәрігердің кеңесінен кейін барып қолдануды ұмытпаңыз. Менің арнама жазылыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.